Қобланды батыр тұқымынан шыққан балуан Қажымұқан болса, Торайғыр тұқымынан шыққан ақын Сұлтан Махмұт. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Абайдан кейінгі талассыз даусыз заңғар тұлға Сұлтан Махмұт ақын. 27 жасының өзінде жүздегі абыздың ақылман сөзін айтып кеткен, туған халқының туын биік еткен, кемеңгер перзенттерінің бірі де ақындардың сұлтанындай осы Сұлтан Махмұт. Мұзафар Әлімбаев. Қара түнекті күннің сәулесіндей жарып шығып, жырдан нұр шашқан, алайда ғұмыры жұлдыздай жарқ етіп, шоқ болып сөнген бір туар жыр сұлтаны Сұлтан Махмұт Торайғыр тегі. Дархан дарын 27 жыл ғана ғұмыр кешіп, қазақ әдебиетінің көгінде аз уақыт жарқырап тұрса да, руханиятқа мәңгілік әдеби асыл қазына қалдырды. Ақын 16 жасында жан қайда ақиқатты іздейтұғын, адамшылық атақты көздейтұғын, тірлікпен өлген күнді бірдей ойлап, екі жайдан күдерді үзбейтұғын деп күрсінді. Бұл Сұлтан Махмұттың өмір бойы жауабын іздеген салмағы ауыр сауалы. Сұлтан Махмұт Торайғыр өз-өзіне сұрақ қойып, өлең жазғанда да, басқа жанрларында да, ол кісі өзі сұрақ қояды өзіне. Содан соған жауап береді. Мәселен, оқудағы мақсат не деп сұрақ қойған. Сонда бірінші жауабы, бұл оқудағы мақсат өнер тұқымын егуге, жақсылыққа қарай келуге. Пайда менен зиянды айырса, жүре бермей жегуге. Өмірінің кредасы білім алу, халқына қызмет етіп, күн болудың жолында тұрмыстың барлық тауқыметіне төтеп бергені ақынның өз қолымен жазған мына хатынан анық көрінеді. Жұмасына 2 ғана обед етем, құр шай мен нан. Киім алғаным жоқ, киноға, вечерлерге бір мәрте болсын барғаным жоқ. Күні түні айналдырған ала қағаздың беті. Халім осы. Сонда да қайғырмаймын. Бір тиыным қалған шоқимын. Содан соң тұрмыс қандай жүк салса да көтерем. Бірақ көңілім оқуда болмақ. Сұлтан Махмұт Торайғыров. Жалған дүниеге таң қалуға емес, таң қалдыруға келген тың құбылыс Сұлтан Махмұттың тағдыры әу бастан оңай болмады. Бесіктен белі шықпай, жетімдіктің де, жоқшылықтың да, дерттің де зардабын тартты. Ел ішінде шоқпыт атанған әкесі Әубәкір Баянауылдан Көкшетауға жездесі Әнәпияны сағалап қоныс аударады, бірақ одан бүйірі қампаймайды. Жездесінің жылқысын бағады. Сол жақта жүріп, Зүлпен атты арумен танысады. Екеуі бас қосқан соң, Сұлтан Махмұт 2 жылдан соң Бәшен атты перзенттері дүниеге келеді. Алайда Зүлпен 27 жасында көз жұмады. Осыдан соң шоқпыт ата қонысы Торайғыр би ауылына қайта көшіп келеді. Сол жерде ол кісі әкесі өзі үй салып, сол жерде өзі тастан үй салып алған. Ал енді әкесі шоқпыт енді Совет үкіметі заманында әртүрлі қылып айтты ғой, енді кедей шаруа, жаңағы аяғында алдындағы асын іше алмайтын деген, бірақ ол кісі олай болмаған. Үй салған, одан кейін ол кісінің бар ыждахаты осы балаларын оқыту болған. Өзі Сұлтан Махмұт өлеңінде айтады ғой, алғашқы әліпбиді маған үйреткен әкем еді. Екінші анасы Бибіш, бірінші анасы Зүлпен қайтыс болып, екінші анасының тәрбиесінде болады ғой. Екінші анасы да Сұлтан Махмұтты өте қатты жақсы көрген дейді. Ол оған себеп жаңағы өзінің мінезінің жұмсақтығы, пияздылығы, оның енді ішіндегі үлкен бір мәдениеттің жатқан деп есептеймін. Негізгі ол кісінің жаңағы көп оқып, мына әдебиетке бет бұрғандығы, өлең жазуға, ақындыққа бет бұруы, ол Мұқан молданан алған тәрбиесі. Ол кісі тек қана шариғатты ғана оқыта бермей, балаларға өлең жазуды оқытып, ән айтуды үйретіп, сөйтіп ол кісі Сұлтан Махмұттың жаңағы ақындық жолға түсуіне үлкен себепкер болған сол кісі. Осылайша 1907 жылы ақынның секілді өмір қысқа жарты тұтам атты тұңғыш өлеңі дүниеге келеді. Сұлтан Махмұт Мұқан, Нұрғали ұстаздарының көмегімен қазақ, татар тілдеріндегі әдеби кітаптармен, газет-журналдармен танысады. Бірақ оны місе тұтпаған дарын иесі 1912 жылы білім ғылым іздеп Троицк қаласына аттанды.
тірнектеп жинаған 8 томдық қаражат пен Қызылжардан мал алуға келген қарауылдың арбасына ілесіп жол жүреді. Зерек бала бірден Рахманқұли медресесіне түседі. Бірақ бір жылдан соң өкпе ауруының зардабынан оқудан шығады. Одан соң әу бастан өзінің көңілі кеткен орысша оқуға түсуге талпынады. Алайда жасының 20-ға келгенін, әрі қаржысының жоқтығын білген орыс мектебінің басшылары оны қабылдамайды. Шығамын тірі болсам адам болып атты өлеңі осы кезеңде дүниеге келді. Бұл өлеңді ақын өзінің ұстазы Нұрғалиға арнап, досы Шайбай Аймановқа хат арқылы жолдаған. Жырдағы лирикалық қаһарман ақынның өз тұлғасы, арманы мен мақсаты. Шығамын тірі болсам адам болып, жүрмеймін бұл жиһанда жаман болып. Жатқаным көрде тыныш жақсы емес пе, жүргенше өмір сүріп надан болып. Орысша оқуға қаражат жинаймын деген Сұлтанмахмұт Троицк маңындағы ауылдарға бала оқытуға шығады. Күзге салым қайтып келіп, Айқап журналына жауапты хатшы болып жұмысқа орналасады. 1914 жылы ақын жазда туған елі Баянауылға оралады. Ел ішінде мәдени ағарту жұмысын жүргізетін Шоң серіктестігі ұйымын ашпақ болғанмен ісі жүзеге аспады. Осы жылы орысша білім іздеп Семейге барған Торайғыров діттеген оқуына түсе алмай біраз дағдарысқа ұшырайды. Бала кезіндегі өкпе дертіне қоса көз ауруына да шалдығады. Дәрігерлер оқуға үзілді-кесілді тыйым салады. Семейге Әлімхан Ермековпен еріп барады. Сол кісі Троицктен ертіп алып, Сұлтанмахмұтты қаражатын бәрі өзі көтеріп, жолдың сөйтіп ол кісі Семейге сол кісімен барған екен. Өскемен жағында сабақ беріп жүргенде Сұлтанмахмұт Торайғыров тағы да ауырып қап, жаңағы өзінің ауруы асқынып, сонда өзінің ұмытпасам Шернияздан болу керек, туысының үйіне жатқызып, сол жерде қыстың күні жаңағы қысырдың байталын байлап, Сұлтанмахмұт үшін соның сүтін беріп, біраз Сұлтанмахмұттың бетін бері қаратып алады. Сонда Мұхтар Әуезов барғанда ауырып жатырмын демей, Сұлтанмахмұт Толстойдың тағы да басқа да көптеген шығармаларын оқып, соның бас жағы толған кітап дейді. Осындай көңіл-күй әсерімен ләнет бұлты шатырлап, алтаяқ, ендігі бет алыс, тұрмысқа, бір адамға тәрізді өлеңдерін кім жазықты атты өлеңмен жазылған романын дүниеге әкелді. Шығыс Қазақстанда жалданып бала оқытады. 1916 жылдың күзіне дейін әуелі Қатонқарағайда, кейін Зайсанда болады. Орыс тілін үйренеді. Сұлтанмахмұт 1916 жылы Қатонқарағай жағынан қайтып Томскіге оқуға кеткенше біраз уақыт Семейде тұрды. Семейде қазақ зиялыларының бір жиналысы болды. Онда Юн жарлығы туралы мәселе қаралды. Жиналыстан кейін Алашорда басшыларының бірі болған Халел Ғаббасов қазақ газеті сілтеген бағыт бойынша патшаның жарлығына қарсы болмау керек, майданға жігіт беру керек деді. Сұлтанмахмұт шығып Халелге қарсы сөйледі. Майданға жігіт бермеу керек. Ел көтерілгелі отыр, сендер кейін тартпандар деді. Сонда Халел Сұлтанмахмұтқа қатты кейді, ұрсып тастады. Сұлтанмахмұт тұрып, сен сияқты сарала түйме таққан төренің қазақ елін алғаш сатқаны бұл емес, бұрынғыны аз деп сен тағы сатқалы отырсың ғой деді. Мұхтар Әуезов. Сұлтанмахмұт 1916-17 жылдардың қысында Томскіде орысша оқиды. Өмірден көп қағажу көріп, қажыған ақын арманына жетіп, көңілі көтеріледі. Шәкірт ойы өлеңінде қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болуды, мұздаған елдің жүрегін жылытуды армандайды. Осы тұста әлем әдебиетінің классикалық үлгілерімен, саяси кітаптармен танысады. 1917 жылғы ақпан айындағы төңкерістен кейін Семейде жаңа құрылған Алаш партиясы мен Алашорда үкіметінің жұмыстарына қатынасып, Алаш ұранын жариялады. Бірақ ауруы асқынып кеткендіктен оқуды да, жұмысты да тастап, 1918 жылы сәуірде еліне бір жола оралады. Осы тұста саяси философиялық әдебиеттерді көп оқып, Шал мен қызға, А дүние, Жас жүрек, Сарыарқаның жаңбыры, Адасқан өмір, Кедей, Айтыс тәрізді шығармаларын жазды. Мен бала кезімде естейтін Әубәкір деген ағай мұғалімдер болды, ұстаздарымыз Қайрат Сыздықұлы, сол кісілер айтатын Сұлтанмахмұт Торайғыровтың бір шабадан өлеңі осы тауда бір үңгірде тығулы деп. Енді оны болашақта енді табылып қалса нұр үстіне нұр болады. Туысқандары апарып сол өлеңдерін жинағын апарып қайтыс болғаннан кейін мүмкін біреу қолданып кетеді деді ме, сондай бір аумалы төкпелі заман болды ғой. Сондай бір шығармалары енді ол кісінің бізге жеткен өлеңдерінен басқа өлеңдері табылып жатса, енді ол әрине бір үлкен қазаққа деген үлкен бір қуаныш қой.
Ақынның көзі тірісінде шығармалары кітап болып басылмаған. Тек 1922 жылы ақын Бернияз Күлеевтің қатысуымен Адасқан өмір дастандар жинағы жарық көреді. Бұл жинаққа Адасқан өмір, Кедей, Айтыс дастандары енген. Екіншісі 1933 жылы Толық шығармалар жинағы деген атпен шыққан. Бұл жинақты тексеріп, түсініктеме беріп, алғы сөзін жазған халқымыздың аяулы ұлы Жүсіпбек Аймауытов. Өмірінің соңында Жүсіпбек Аймауытов қалың білуге барады ғой. Жүсіпбек Аймауытовқа айтқан екен, менің бір арманым бар еді. Жыр жауһарларым осы халқыммен қауышса екен деп. Жаңағы бүкіл қолжазбаларын береді де. Жүсіпбек Аймауытов келіп баспаға тапсырады түгелін. Бірақ 30-шы жылы халық жауы атылып кетті ғой Жүсіпбек Аймауытов. 33-ші жылы бұның алғы сөзін Жүсіпбектің алып тастап, Сәбит Мұқанов жазып, бұл кітап баспадан 30-ші жылы латын қарпімен шықты. Бұл жөнінде Жүсіпбек Аймауытов Мәшһүр Жүсіпке жазған хатында да айтады. Мен Сұлтан Махмұттың жаңағы шығармаларын баспаға тапсырдым, Құдай қаласа кітап болып шығады деп. Өкінішке орай енді халық жауы деп атылып кеткеннен кейін, бірақ та біз қаншалықты Сәбит Мұқанов алдынан алғы сөзін жазса да, бұл жерде еңбек Жүсіпбек Аймауытовтікі. Қыршын классик қысқа ғұмыр кешкенімен қазақ қаламгерлерінің келер буындарына мәңгілік ұстаз болып қалады. Ақынмен бір сәттік жүздесулердің өзі Әлкей, Мұхтар, Дихан тәрізді қазақтың дарабоз дарындарының өмірінде өшпес із қалдырды. Мен бала кезімде Сұлтан Махмұтты 2 рет жолықтырдым. Ұзын бойлы құбаша жігіт еді. Ауылға келгенде өзін басқадан жекелеп ылғи ойға батумен, бір мәселелерді іздеумен уақыт алатын. Сұлтан Махмұтта ешбір жеңілтектік, бос сөзге үйір болу деген жоқ еді. Ол оқымаған жай халықтың өз арасында отырса да, ылғи мәдениет мәселесі туралы әңгіме айтып отыратын. Екінші жағынан Сұлтан Махмұт ауылда жүргенде дәйім адамның мінезін, психологиясын сынап, көңіліне жақпаған адамдар туралы отырған жерінде 1-2 ауыз өлең жазып қалдырып отыратын. Сұлтан Махмұттың бұл тәрізді жазған өлеңдердің көбі оның шығармаларына кірмеген сияқты. Әлкей Марғұлан. Мен Сұлтан Махмұтты бала жасымнан білемін. Өйткені біздің қонысымыз Баянауылдың Көктауының баурайында, біріміз Мойылды бұлақта, екіншіміз Айман бұлақта, Торайғыр көлінің бауырында туып өскендеріміз. Есімде қалған бірінші көргенім көктем, менің 6-7 жасар кезім болу керек. Ауыл жайлауға көшеді. Көш Мойылды бұлақтан Айман бұлағын басып, одан Шаңман көлі дейді, көлдерге қарай кетеді, сосын жайлауға тарта береді. Көш Айман бұлақтан өтіп Торайғыр көліне қарай соған өрлей бергенде 2 зиялы адам келе жатты. Біреуінің қолында таяқ, бірінің басында қалпақ, бірінің бойы биік екіншінен. Солар көшке жақындай берді. Сонда өтіп бара жатқан қатарласқан үлкендер, анау шоқтың шоқынды баласы қой көшті, ерсі көріп мазақтап келе жатқан. Қасындағысы Аббас шоқындының шайбайы болар деп, кейбіреулер атына тебініп, өгізін қамшылап тезірек кетіп қалуға сөйтіп жатқан кезде жағылар жақындай берді. Мен 4 аяқ арбада әжемнің алдында отырғанмын. Жақындап келіп тоқтады. Ұзын бойлысы айтты, мынау өмірдің шайбайы, түрін қарашы. Осы сөз менің құлағыма жетті, есімде қалды. Халық жазушысы Дихан Әбіловтің бұл жүздесуі тегін болмады. Кейін қаламгер ақын арманы, арман жолында, Баянауыл баурайында атты 3 кітаптан тұратын Сұлтан Махмұт роман трилогиясын жазды. Бұхар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейінің басшысы Ербол Қайыров Дихан Әбіловтің жеке мұрағатынан Сұлтан Махмұттың 1933 жылы шыққан толық шығармалар жинағын тауып алып, олжаға кенелді. Босағада жаңағы бір керексіз сол кездегі Карл Маркстың, Энгельстің кітаптары жатыр екен. Оны енді мусорға шығаруға дайындап қойған ғой, қоқысқа лақтыру үшін. Соған енді бір адамның жан дүниесі, бір жүректің лүпілі, әйтеуір солар кітаптарға қарай берді, аналарды бұзып жүрсем де.
бір қарай салайыншы деп бір капиталды бүйтіп ашып қалсам, ішінде Баянауыл баурайында деп жазылып тұр. Енді оның ішін ашып қалсақ, осы латын қарпімен шыққан 1933 жылғы кітап жатыр. Бірден әлгіні салып алып, тегі осы музейге алып келдік. Сол кездің өзінде де үлкен бір бұл Сұлтанмахмұт Торайғыровтың өміріне қатысты үлкен тың дерек болды. Биыл ақынның туғанына 130 жыл толуына орай Торайғыров университетінің демеушілігімен кітап өңделіп түптелді. Енді биылғы жылы өзінің мерейтойы Сұлтанмахмұт Торайғыровтың, содан осыны қайтсек болады екен деп өзіміздің Торайғыров атындағы университетке барып, ректоры Еркін Садық ағамызбен кездесіп, осы жөнінде сөйлестім. Бірден қолдады осы кісіге демеушілік жасау үшін кітапқа. Бірден мен Астана қаласындағы өзі сирек қолжазбалар және кітаптар орталығы бар. Басшысы Жандос Болдықов деген бауырымыз болып келеді. Сол кісімен барып сөйлесіп, олар да бірден кірісіп, бір қысқа мерзім уақытында бір айдың ішінде осыны бізді кезектен тыс осы кітапты жазып. Бұның өзін жасау технологиясының өзін көрсетті жүрді. Жапонияның жаңа кітаптарының, қағаздарының пайдалануы. Кітапты толық жыртылған беттерін бәрін орнына қалпына келтіріп түптеп берді бізге. Бүгінгі күні кітап сырты барлығы арнайы жаңағы былғармен тігілген. Осында кеп қойды. Екінші бұның көшірмесін жасап берді. Біз ол көшірмесін өзі Сұлтанмахмұт Торайғыров университетіне өздеріне берілеміз. Сол университетте сақталатын болады. Бұл кітаптың ішінде ақынның бүкіл шығармалары енгізілген. Сұлтанмахмұт тану ғылымында айрықша орын алатын ақын жырларымен бірге тоңып, бірге қуанған профессор Бейсенбай Кенжебаев. Ғалым 1947 жылы Сұлтанмахмұттың ақындығы атты кандидаттық диссертация қорғап, тарихи ақиқатты қалпына келтірді. Сұлтанмахмұттың халық ақыны деген төл куәлігін өзіне қайтарды. Одан кейінгі жылдар ақын шығармашылығы мен өміріне арналған көптеген зерттеу жұмыстары толассыз жарық көруде. Профессор Еңлік Өсербайқызы ақын туындыларындағы ар-иман, білім ғылым мәселелерін 9 бөлікке жіктеп, зерттеу жүргізіп, еңбек дайындауда. Данышпан дана ілегін жеке жіктей отырып, осының ішінде Сұлтанмахмұт Торайғыровты данышпандардың қатарына жатқызып, бір модуль деп, сол бір модульді мен 9 блокқа жіктедім. Соның бірінші блогы оқудағы мақсат не? Көңілім неге жасайсың дейді. Қайғырат. Көңілім неге жасайсың? Мынау бұлар кім өзі? Кім осыған бәріне жазып тосын бәріне деген сұрақ қояды. Сонда енді әлгі айтқаны қиыннан жалтарып, оңайына жалпиды деген осыған жауап. Енді үшінші блокта адам болу концепциясы. Әрбір адам болу концепциясын өз жасау керек өз-өзіне. Сыртқы жасалып жатқан концепцияға еліктегенмен адам баласының ішкі өзінің ойлау өрісі, оның шама шарқы, бүгінгі тілмен айтсақ, оның индикаторы соған сәйкес келмесе, бәрі далаға кетеді. Сондықтан көбінесе адамдар төңірегіндегі таң қалу мәселесі осын сынайды. Сұлтанмахмұт Торайғыров тегі. Енді сынағанда айдаладағы төңірегіңе, сол төңірегіндегі келеңсіздікке жаның қиналсын. Сол қиналысты жоққа шығаратын жол ізде дейді. Амал тап. Сонда егер осы жолды тапсаң, еліңде, яғни әрбір адам осы жол тапса, келеңсіздікті жоюға харекет жасаса, онда елің де тазарат, елің де жақсарат, жақсы адам болу концепциясын құралат деген мағынаны айтып береді. Елімнің мен шын ұлы екеніме тағдырдың өзі берер куәлікті деп, әділдікке кәміл сеніп кеткен кемеңгердің әр туындысы тарихта өшпей қалуға берілген мандаттай. Сұлтанмахмұт поэзиясы азаматтықтың мектебі, ақындық шеберліктің, ұлтжандылықтың айғағы.